Қалайсыздар? Бүгінгі сабақта біз Facebook арқылы именно конверсиямен таргет жіберуді үйренетін боламыз. Кеттік, бастайық. Енді қараңыздар. Конверсия арқылы таргет жіберу үшін бізге міндетті түрде домен керек. Одан кейін сайт керек болады. Сол жаңа домен тіркелген сайт, одан кейін пиксель міндетті түрде керек, және де бизнес менеджер керек. Бизнес менеджердің ішінде рекламный аккаунт ашамыз. Мысалға, менде бизнес менеджерде 2 рекламный аккаунт, бұл ескісі, жаңасы. Қазір жаңасынан қалай конверсиямен таргет жіберу керектігін көрсетемін. Кеттік. Ең алдымен создать деп басып, бізге алдымен пиксельді дұрыстап ашып алу керек. Продолжить. Осы ішінен пиксельді ашамыз. Мына жақтың барлығын өзгерістің істемей, бірден жасамай қойып. Ең алдымен мына жақта бірден группа повеления өткен кезде сізде кнопка тұрады, создать пиксель деген. Мен уже пиксельді ашып қойдым, сол себепті менде дәл осылай шығып тұр. Пиксельді ашамыз, одан кейін бірден жауып тастаймыз. Жапқан кезде мына бірден осылай сізде событие конверсия деп шығып тұрады. Осының үстіне бассақ, мына жақта әртүрлі событиялар бар. Осының ішінде, мысалы, например, там лид, то есть заявка. Осы заявканы бізге мына жерде ескертіп тұр. Осы ескертіпті алып тастауымыз керек міндетті түрде. Онсыз біздің конверсия дұрыс жұмыс жасамайды. Алмасақ, сол себепті міндетті түрде оны тіркеу керек. Осылай пиксельді ашып алдық. Енді бізге келесі домен подтверждать етеміз. Домен подтверждать етеміз. Мына жақтан сбросить етеміз. Так, кеттік. Домен подтверждать ету үшін бізге настройки компанияға өту керек. Настройки компании. Одан кейін безопасность бренда. Осы жерден доменге өтеміз. Добавить басамыз, және де доменді таза тек қана өзін жазамыз. Мындай HTTP деген секілді сөздер қажет емес. Доменнің өзін копировать етіп аламыз. Міне, доменнің өзін копировать етіп аламыз. Одан кейін копировать етіп алғаннан кейін бірден қайтадан Facebookқа өтеміз, вставить и добавить басамыз. Енді бізде домен қасына не подтверждение деп шығып тұр. Біздер міндетті түрде подтвердитіміз керек. Оның 3 түрлі варианты бар. Метод тег арқылы, одан кейін HTML файл арқылы, одан кейін текстті запись арқылы. Ең оңай метод тег, сол себепті соны қолданамыз. 4 қадам бар. Ең алдымен методты көшіріп алып, бізге сайтқа орнату керек. Орнату үшін мои сайты дегенге өтесіз. Сайтқа өтеміз, одан кейін келесі настройки сайта. Настройки сайтынан еще басамыз, ең төменде, HTML код для вставки внутрь head деген тұрады. Осы жерін редактировать код деген басамыз. Бірінші жол, бірінші жолы мына жерге жаңа копировать еткен метод тегті қоямыз. Сохранить басамыз, закрыть, сохранить изменения, закрыть. Енді біз қайтадан Facebookқа өтеміз. Жаңағы мына екінші қадам бұл сайтқа қою осы кодты, одан кейін главное неге, headқа, то есть основной неге разделға. Одан кейін үшіншісінде сайтқа өтіп, пиксельдің доменнің методтек көрініп тұрған білу үшін жаңа сайтқа өту керек. Бұл сайтқа өтіп не обязательно, бірден подтвердить доменді басамыз. И бізде, так, давайте сайтқа өтейік. Сол кездеріңізде нормально болу керек. Одан кейін подтвердить домен басамыз. Так, бізде что-то не так. Мен опубликовать деген ұмытып кеттім. Так, опубликовать все страницы деген басамыз. И одан кейін енді сайтқа өтеміз. Сайтқа өтеміз. Все. Бізде метод қойылды.
Енді подтвердить домен басамыз. Қазір обновить етіп жіберейін. Подтвердить домен. Все, домен подтвержден. Готово. Доменді тіркедік. Енді пиксельді орнатуға барғанбыз. Пиксельді орнату үшін Events Manager'ге өтеміз. Жаңағы ашқан пикселіміз осы жерде тұрады. Міне пиксель аккаунты Батыр Мақташев деп жазылып тұр. ID-і, одан кейін келесі енді пиксельді ID мен бірінші пиксельді сайтқа орнатып аламыз. Мына жерде ID-ді настройкаға өтіп, копировать етіп басасыз да сайтқа өтеміз. Міне My сайт ішінде настройки сайтыға басасыз. Аналитикаға өтеміз. Осы жерден Facebook пиксель деген тауып аласыз да, осы жерден жаңағы ID-ді копировать ставить қоямыз. Сохранить изменения, закрыть. Және де міндетті түрде опубликовать ету керек. Мен бағана ұмытып кеттім. Так, енді закрыть. Опубликовать еттік. Қазір. Так, қайтадан опубликовать. Мына сілтемені көшіріп аламыз. Енді тестирование событияға өтеміз. Біздер пиксельдің дұрыс тіркелгенін тексеруіміз керек. Так, осылай шығып тұрады. Тестирование событий браузера. Мына жерге жаңа сайттың сілтемесін қоямыз. Открыть сайт. Все. Все, бізде уже пиксель тіркелді. Енді на страницаны обновить етеміз. Міндетті түрде обновить етеміз. Енді келесі мына жерде тестирование событий деп тұр. Соның жанында обзор деген кнопка бар. Соған басасыз. Ең төменге түсеміз. Мынандай ескертулерге, в принципе, назар аудармай қойсаңыз болады. Ол аса қатты маңызды емес. Келесі измерение на основе агрегированных данных о событиях. Осыған басамыз. Келесі конфигурация. Домен, міндетті түрде доменді алдын ала тіркеп алу керек. Қазір қадам жаңағы мен айтқандай бірінші пиксельді орнатып, одан кейін конфигурация бірден кіретін болсаңыз, домен тіркемей, ол мына жерде домен шықпай тұрады. Управление событиями, редактировать, добавить событие, жас кнопканы басасыз. Мына жерден пикселімізді таңдаймыз. Бірінші лид, екінші тағы бір событияны басамыз да, пиксель таңдаймыз да, екінші просмотр контента, добавить событие, пиксель, және де подписка, добавить событие, одан кейін покупка. Но ең негізгі 4 события, егерде сізге тағы да керек болатын болса, онда тағы бір добавить событие деп, мына жерден өзіңізге керек басқа событияны тіркесеңіз болады. Енді бірақ мен ең негізгі керек деген жаңа 4 событияны қойып қойдым. Мына жақта максимум 8 события қойылады. Сол себепті максимально 8 деген апаралыз. Келесі отправить деген кнопканы басамыз. Подтверждаю. Галочканы қоямыз и применить. Окей. Так, бізде события қойылды. Бағанағы бізде ескерту енді кету керек. Бағана сары болып ескерту тұрды. Сол кетуі қажет. ADS менеджерге өтеміз. Конверсияның трафик арқылы жіберген рекламада өзгешелігі, то есть настройкасында тек қана бағанағы жері, бағанағы пиксель деген жері сол ғана өзгеше, қалғаны бір-бірдей. Создать басамыз, конверсияны таңдаймыз. Келесі мына жақтан өзіңіз толтырасыз. Мен қазір уақыт созбай бірден жасай қояйын. Так, келесі и далее. Енді уже автоматты түрде там оптимизацияны қоса салу деген. Так, все, бізде мына барлығы қып-қызыл болып тұр. Енді қазір бәрі нормально болды. Міне лидтің жанында сары кетті. Мына жерде сары тұр, ана жақта жоқ. Сол себепті лид басамыз. То есть біздер бағана 4 түрлі событияны қойдық, 4 түрлі события. Вот соның ішінде жаңағы біздің басқа да событиялардың жанында тоже не кетті.
міне подписка, одан кейін покупка и просмотр контента. Лид дегеніміз заявка, то есть бізге сайтқа түскен заявкаларды автоматты түрде Facebook өзі санап беріп отырады, и плюс еще түскен лидтерді обработка жасап, жаңағы данныйын обработка жасап, барынша оптимизация жасап отырады автоматты түрде. Мына жердегі ескерту ол маңызды емес, бұл ескерту просто сізге егерде өзіңізге бөлек басқа бір ана жерде жоқ бір событие керек болатын болса, осы жерден настроить етіп жасауға болады, но ол не обязательно, себебі ана жақта событиялардың барлығы бізге қажет событиялардың барлығы бар. Так, енді ары қарай уже трафикті қалай жібересің, бұл жерде дәл сондай ары қарай кете береді. Тек қана өзгешелігі осы момент. Но осы моментке жету үшін бағана біздер доменді подтверждать еттік, пиксельді дұрыстап қойдық, одан кейін событияларды тіркедік, содан кейін барып уже конверсияны дұрыстап жібере аламыз. Бюджет и график, аудитория и мына жақта место размещения, оны өзіңіз білесіз, оның аса қиындығы жоқ. Так, енді ары қарай келесі Facebook страницы таңдаймыз, Instagram тіркейміз, Instagram таңдаймыз, одан кейін формат таңдаймыз, одан кейін там баннер или видео, или там видеоны өзіңіз жасасаңыз болады деген секілді. Одан кейін мына жерде копирайтинг кнопканы таңдайсыз и URL сайты. Так. Кішкене интернет жаман айтпеңіздер. Так. Соңына келдік. Енді қараңыздар, URL сайты деген кезде жаңа өзіміздің тіркеген сайтты қоямыз. Егерде басқа доменмен, то есть басқа доменмен тіркелген сайтты, немесе басқа да домен тіркелмеген сайтты қоятын болсаңыз, ол в конце концов соңында банға кетуі мүмкін, то есть рекламаңыз өтпей қалуы мүмкін. Так. Сол себепті жаңағы біз қандай нені тіркедік, конверсиямен жіберген кезде барлығын ережеге сай жасасаңыз, сол кезде бәрі нормальный болады. Сілтемені қойдық, келесі уже опубликовать етіп, қарапайым таргетті жібереміз. В принципе, ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай, себебі дұрыс түсіндіріледі. Сізге сәттілік, ойдағыдай оп-оңай дәл осылай жасайды деген сенімдемін, және де келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.